Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін Дева белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. Февраль 2022 жылдың ақпан айына арналған гороскопты қабыл алыңыздар. Жалпы 1 февральда жаңа ай туады. Солнце мен луна бірігіп 6-шы домға келіп тұр. Бұл жұмыста міндеттеріңіз көбейеді деген мағынаны білдіреді. Егер жұмыс жасамасаңыздар, егер үйде отыратын адам болса, бұл үйдегі жұмыстардың көбейетінін білдіреді. Егер жұмыс іздеп жүрсеңіздер, жұмыс табылады, бикештер. Дева белгісіндегі адамдар. Жаңа проект болады, жаңа идея болады. Жұмысқа жаңа коллегаларыңыз келуі мүмкін. Балаңызға няня іздейсіз. Тамақтың режимін өзгертесіздер. Диетаға отыруларыңыз мүмкін. Спортпен айналысасыздар. Көп қимылдайсыздар. Жалпы врачқа барып емделуге өте керемет ай. Ал 2 февраль күні ғажайыпқа толы күн. 02-02-2022 барлығын қосқанда 10 деген сан білдіреді. 10 деген сан жалпы 0 есептелмейді. 1-ге 0-ді қосқанда 1 сан болады. Жалпы екісі күні кешкі сағат 5-тен кейін Астана уақыты бойынша армандар жазуға, айтуға, визуализация жасауға, немесе техника, ритуал жасауға өте керемет күн. Жалпы армандарыңыз орындалады, бірақ ретроград болғандықтан сәл кешігуі мүмкін. Бірақ ол арман, мақсаттарыңыз сіздерге кейін ұнамай қалуы мүмкін. Себебі бұл ретроград. 2 февраль күні. Сол себептен қазірден бастап ойланғандарыңыз дұрыс. Кейін өкініп жүрмес үшін. Жалпы 1 деген сан өзіме арқа сүйей алам. Мен өзім барлығын жасай алам деген мағынаны білдіреді. 1 деген сан бір дүниенің бастамасы. 1 деген жалпы сандардың бастамасы, ең басы ғой, сол себептен бір дүниенің басталуы. Ал 4 февральдан бастап Меркурий дұрыс бағытта айналып, ол 5-ші домға келеді. Және осы күні Сатурн мен Солнце кездесіп, бұл 6-ші домға түсіп тұр. Сіздерде жаңа әдет пайда болады. Жаман әдеттеріңізді тастап, жаңадан әдет пайда болуы мүмкін. Жалпы жаман әдеттерден аулақ боласыздар деген сөз. Бір сөзбен айтқанда. Егер 4 февральда жұмысқа орналассаңыздар, ол жұмыста өте ұзақ отырасыздар. Себебі Сатурн ұзақ, стабильный деген мағынаны білдіреді. 14 февральда Венера мен Марс кездесіп 5-ші домға келеді екен. Бұл махаббатты, кездесуді білдіреді, және де бірнеше адам болып жолға шығуларыңыз мүмкін. Махаббат айы. Жалпы күннің басы бос. 14 февраль күні жалғыз болғыларыңыз келмейді. Қасыңыздағы серіктесті міндетті түрде іздейтін боласыздар. Ғашық болуларыңыз мүмкін. 14 февральда өз бизнесіңізді бастайсыздар. Жалпы 14 күні Венера мен Марс кездеседі. Венера әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясы. Сол себептен барлық белгідегі адамдарға айтарым, 14 күннің бастарыңыз бос болатын болса, 14 февраль жалғыз болмайсыздар. Ал 15 февраль күні Меркурий 6-шы домға келіп тұрген.
Бұл күні жұмыс, денсаулық тақырыптары өзекті болады. Егер иммунитетіңіз әлсіресе, міндетті түрде врачқа қаралыңыздар. Денсаулықтарыңызға күтім жасаңыздар. Жұмысыңызға қатысты жаңа өзгерістер болады. Бастығыңыз ауысады, коллегаларыңыз ауысуы мүмкін. Жұмыс жасап жатқан организацияңызда өзгерістер болады. Ал 16 февраль күні ай толады, полнолуние болады. Ол 12 домға келіп тұр. Алыс туысқандарыңыздан жаңалық естисіздер. Шетелге шығу үшін документ дайындауға жақсы кезең. Виза, мысалы, немесе паспорт жасауға жақсы кезең. Егер ұнамайтын заттарыңыз, егер ұнамайтын привычкаларыңыз болса, тастаңыздар. Одан кейін басқа үйге көшулеріңіз мүмкін. Қайырымдылықпен айналысуға жақсы уақыт. Жалғыз отырып жұмыс жасайсыздар. Немесе үйлеріңізде отырып онлайн түрде жұмыс жасауларыңыз мүмкін. 19 декабрь күні Солнце 7 домға түсіп тұр. Бұл некені қарым-қатынасты, жұмыстағы серіктестерді, кездесуді, свиданияны, немесе бизнес кездесуді білдіреді. Договорға қол қоюларыңыз мүмкін. Жалпы барлығы сәтті болады. Ал 1 мен 6 сентябрь аралығында туылған адамдар сәттілікті көбірек сезінетін болады. Бұл айда сіздерде Уран 9 домға келіп тұр екен. Егер жұмыстарыңыз шетелдің адамдармен, шетелдің компаниялармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, барлығы жеңіл болады. 9 дом оның үстіне обучениені, сабақ алуды, сабақ беруді білдіреді. Мысалы, аяқ асты 2-ші жоғары білім алғыларыңыз келуі мүмкін, магистратураға түсулеріңіз мүмкін. Егер сіздерде судебный процесс болса, сіздің пайдаңызға шешіледі. Жалпы сот ісі ары қарай жылжиды деген сөз. Себебі 4 февральдан бастап ретроград болмайды, Меркурий дұрыс бағытта айналады. Сол себептен барлық адамның жұмыстары алға қарай басады, алға қарай жылжиды. Ал 3-4 сентябрьде туылған болсаңыздар, жалпы осы февраль айында барлық жақсы өзгерістерді сезінетін боласыздар. Барлығынан ал кейбір дүниелерге сіздер қатты уайымдайсыздар. Егер өмірлеріңізде жаман оқиғалар болатын болса, ол аяқталады. Жалпы сіздердің қолдарыңыздан барлығы келеді, қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Жалпы сіз өзіңіз ойлағаннан да мықтысыз. Жалпы жеңіс сіз жақта болғалы тұр. Жолға шығасыздар. Ауырып жүрсеңіздер, тез жазылып кетесіздер. Ауырмаңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.